Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз ағылшын тілінің грамматикасына арналған кітап бойынша жұмыс жасаймыз. Бұл English Grammar in Use деп аталады және үшінші өзгертілім Third Edition Raymond Murphyдің кітабы. Бүгін бірінші юнитті орындап шығамыз, тапсырмаларын және ережесін. Сонымен бастайық. Present continuous. I am doing. A. Sarah is in her car. Sara машинасында. Is on her way to work. Ол жұмысына жолда. Is driving to work. Ол жұмысына қарай кетіп бара жатыр. This means she's driving now. At the time of speaking. Ол қазір машина айдап бара жатыр. Сөйлеушінің тура уақытын білдіреді, моментін білдіреді. The action is not finished. Әрекет әлі біткен жоқ. Жіктелуі am, is, are plus verb ing. This is present continuous. I am driving, he is driving, she is driving, you are driving, we are driving, they are driving. Сонымен екінші B. I am doing something. Мен бір нәрсе жасап жатырмын. I am in the middle of doing it. Тура уақытын, моментінде жасап жатырмын. I've started doing it and I haven't finished it yet. Бастадым, әлі аяқталған жоқ. Бұл да present continuous. Бірінші мысалда әрекеттің тура моментін білдірген болатын. Тура моменті. Ал Б'да екіншісінде ол бастады және әлі аяқтаған жоқ. Осындай әрекеттерде present continuous қолданылады. Мысал ретінде, please don't make so much noise. Уламаңдаршы. I'm trying to work. Жұмыс жасайын деп жатырмын. Where's Mark? Mark қайда? He's having a shower. Ол душ қабылдап жатыр. Let's go out now. Қазір шығайық. It isn't raining anymore. Жаңбыр жауып жатқан жоқ. At a party. Hello, Jane. Are you enjoying the party? Hello, Jane. Кеш ұнап жатыр ма? What's all this noise? Не шу болып кетті? What's going on? Не болып кетті? Үшінші, the action is not necessarily happening at the time of speaking. Үшінші әрекет бұл әрекет дәл уақытысында орын алмауы мүмкін. Мысалы, Steve is talking to a friend on the phone. Steve өзінің досымен сөйлесіп жатыр. Дәл қазір досымен сөйлесіп жатыр. Ол айтты, I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who. Ол айтты, мен қазір күшті бір кітап оқып жатырмын. Және ол бір адам жайлы. Өздеріңіз байқағандай, ол дәл қазір кітап оқып жатқан жоқ. Ол телефонмен сөйлесіп жатыр. Сөйлесіп жатып, кітап оқып жатқанын айтты. Яғни, әрекет басталды, ол процесте, ол жалғасып жатыр, ол аяқталған жоқ. Бірақ тура моментінде орындалып жатқан жоқ. Оны да біз present continuous деп атаймыз. Тағы да мысал, Kate wants to work in Italy. She's learning Italian. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. Kate Италияға барып жұмыс істегісі келеді, ол итальян тілін үйреніп жүр. Бірақ дәл қазір ол оны үйреніп жатқан жоқ, мүмкін дәл қазір ол шай ішіп отқан шығар, мүмкін телефонмен сөйлесіп жатқан шығар. Some friends of mine are building their own house. They hope to finish next summer. Менің кейбір достарым өздерінің баспаналарын соғып жатыр. Бұйыртса келесі жылы бітіреді. Төртінші, C.
You can use the present continuous with today, this week, this year, this period around now. Present continuous формасында біз осы шақты дәл қазіргі период, яғни уақытты білдіретін мезгіл үстеулерін қолданамыз. Мысал ретінде бүгін, осы аптада, осы айда, осы жылы, осы шаққа қатысы бар мезгіл үстеулерін пайдаланамыз. Мысал ретінде you're working hard today. Бүгін сіз көп жұмыс жасадыңыз. Not you work hard today. Yes, I have a lot to do. Yeah, менің істейтін жұмысым көп. The company I work for isn't doing so well this year. Мен жұмыс жасап жатқан компания осы жылы жақсы нәтиже көрсетпеді дейді. Енді бесінші, we use present continuous when we talk about changes happening around now, especially with these verbs. Present continuous формасы қазір болып жатқан және өзгеріске ұшыраған етістіктерді қолданамыз. Олар яғни процесті білдіретін етістіктер, созылмалы етістіктер деп те аталады бұлар. Getting, мысалы, жақсару, процесті білдіретін етістік бұл. Change, өзгеру, become, болу, increase, жоғарылау, rise, көтерілу, fall, құлау, grow, өсу, improve, жақсару, begin, бастау, start, бастау. Не осындай етістіктер. Мысал ретінде, is your English getting better? Сенің ағылшының жақсарып келе жатыр ма? Not does your English get better. Бұл процесті білдіргендіктен олар continuous формасын қабылдайды. Оларды present simple'да қолдануға болмайды. The population of the world is increasing very fast. Жер әлеміндегі популяция, адамдардың саны күрт өсуде. Яғни процесс ол. At first I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now. Басында мен жұмысымды онша ұнатпаған едім, бірақ кейіннен жақсы көре бастадым. Бұл да процесті білдіріп тұр. Міне бүгін біз present continuous'ты қай кезде қалай қолданатынымыз жайлы айттық. Келесі сабақта да осы present continuous'ты ары қарай жалғастырамыз. Сондықтан да келесі видеомды да өткізіп алмас үшін қоңырауды басып қойсаңыздар болады. Енді осы өткен ережені бекіту мақсатында жаттығу орындап жіберейік. Сонымен бір модулі бастаймыз. Number 2. I am looking for Christine. Do you know where she is? 3. It is getting dark. Shall I turn on the light? 4. They don't have anywhere to live at the moment. They are staying with friends until they find somewhere. 5. Things are not so good at work. The company is losing money. 6. Have you got an umbrella? It is starting to rain. 7. You are making a lot of noise. Can you be quieter? I'm trying to concentrate. 8. Why are all these people here? What is happening? Сонымен жаттығу аяқталды. Енді 1-2 жаттығуы. Number 3. You can turn off the radio. I'm not listening to it. 4. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She's having a great time and doesn't want to come back. 5. I want to lose weight. So this week I amn't eating lunch. 6. Andrew has just started evening classes.
He's learning German. 7. Paul and Sally have had an argument. They aren't speaking to each other. 8. I'm getting tired. I need a rest. 9. Tim isn't working this week. He's on holiday. Сонымен екінші жаттығу аяқталды. Үшінші жаттығу complete the conversation. Number 1. I saw Brian a few days ago. Oh, did you? What's he doing these days? He's at university. What's he studying? Psychology. Is he enjoying it? Yes, he says it's very good course. 2. Hi Liz, how are you getting on in your new job? Not bad. It wasn't good at first, but things are getting better now. What about Jonathan? Is he okay? Yes, but he isn't enjoying his work at the moment. He's been in the same job for a long time, and he's beginning to get bored with it. Сонымен үшінші жаттығу аяқталды. Төртінші жаттығу. Complete the sentences using the following verbs. 2. The world is changing. Things never stay the same. 3. The situation is already bad, and it is getting worse. 4. The cost of living is rising. Every year, things are more expensive. 5. The weather is beginning to improve. The rain has stopped and the wind isn't as strong. Сонымен, бірінші unit present continuous етістігінің формасы орындап шықтық. Сіздерге көп рахмет назарларыңызға. Енді қорытындылап кетейік. Бүгінгі бірінші юнитта біз present continuous формасының қолданылуын үйрендік. Ең бірінші тура моментінде іс-әрекетті айтқанда қолданамыз. He's driving to work деген секілді. Екінші, бір нәрсені жасап жату, ол белгілі бір уақытта басталды, жалғасып жатыр, әлі біткен жоқ. Үшінші, белгілі бір іс-әрекетпен басқа бір іс-әрекет астасып, қабыса жүреді. Яғни, алдыдағы мысалда айтқандай, ол ағылшын тілін үйреніп жатыр, бірақ тура моментінде ол үйреніп жатқан жоқ, ол телефонмен мысалы сөйлесіп жатуы мүмкін. Төртінші, мезгіл үстеулерінің осы present continuous формасында қолданылуын айттық. Және бесінші, осы present continuous'ты білдіретін етістіктер тізімін айтып шықтық. Ол процесті білдіретін, созылмалы әрекетті білдіретін етістіктер типі. Сонымен, бірінші юнит аяқталды. Сіздерді келесі юнитта көрем деген үміттемін. Сау саламатта болыңыздар.